Салық халық қазынасы. Мемлекеттік бюджеттің түсімі әрбір салық төлеушінің өз міндеттілігінің адал орындалуына тікелей байланысты. Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік кірістер органдары адал салық төлеушіні әрдайым қолдайды. Бүгінгі кейіпкеріміз Жаңақорған ауданының экономикалық дамуына өз үлесін қосып отырған, аудан төңірегінде алғашқы таза ауыз су цехын ашқан бірден бір дара кәсіпкер. Аталған дара кәсіпкеріміз Жаңақорған ауданы халқымен қоса көрші өңір халқын таза ауыз сумен қамтамасыз етіп, бюджетке 11 миллион теңге салығын төлеген. Салықтық декларацияларына зерделеу жұмыстарын жүргізу барысында 2024 жыл қорытындысымен таза су бағыты бойынша 60 миллион теңгеден аса табысын көрсетіп, 10 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Бұл әрине шағын кәсіптің адал салығы. Сіз де адал салық төлеуші болуға лайықтысыз.